мерекелеріңіз барлықтарыңызға мүбәрәк болсын деп болсақ, етке қазанға ет салудан бастадым. Үйде бір түйір басып бар тұғын, соны морозилканың түбіне тығып тастаған, бір ет келген кезде асып жібереміз деп. Сонымен бүгін атамның жұмысындағылар құрбандық шалып осылай ет беріп жүріпті. Менің атам арттан бастап үйде денсаулығына байланысты сонда да елеп ескеріп ештемеден қалдырып жатқан жоқ. Басшыларына алғысым шексіз деп қоясың ғой. Ал енді кеттік тиктокты. Бүгіндікке қарап отырсам, келіншектердің барлығы бір-біріне батылға шақырып, батылдың тапсырмаларын ойындап, ахватыларын көтеріп, және де сонымен қоса подписчик жинап жатыр екен. Қалай мен бұлардан қалам, мен де бұлар сияқты тиктокпен ақша табамын деп жүргеніме қанша жыл болды ғой деп осылай өзімде осы шымкенттік келінді батылға шақыруға кірістім. Замира, шымкенттік келін Замикушты міндетті түрде батылда күтемін. Және де бұл батылдың тапсырмалары ешкім бермеген қызықты, өте қызықты тапсырмалар болу керек деген ниеттемін. Ал менің құрметті подписчиктерім, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында осы батылда жеңем деген сенімді түрде айтып тұрмын ғой. Және де сіздермен міндетті түрде кез келген тапсырма беретін кезде сіздермен ақылдасып, сіздердің ойларыңызды бөлісіп отыратын боламын. Ең қызық тапсырма ойлап тапқан комментарияға міндетті түрде сол тапсырманы беретін боламын. Осылай еттерін бәрін ыңғайлап қазанымды, бауырсағымды қуырып болсам, қайнымда бірасым ет әкеліп тұр ғой. Біреуін жедік, енді біреуін қуырмашқа қылайық деп, оны әдемілеп бөлшектерге бөліп, сүйектерін шығарып, еттерін бәрін сылып алған соң ғой. Әрқайсысын жеке-жеке қалтаға салып, осылай бір апталық ет шығарып алдым. Ал енді бір апта бойы ет. Ал енді бұлардың барлығын морозилкаға тыққызға келесі кезекте біздің шет-шелпекке кезек келді. Шет-шелпегімізде жақсылап пакеттерге салып барлығын таратып шықтым ғой. Общем, бүгін пысық болдым, бәріне үлгердім. Осы күнімізге де Аллаға мың да бір шүкіршілік етеміз деп ішімнен кешеден бері тілегімді тілеп, шүкіршілігімді аямай жүрмін ғой. Ал сіздер қалай күтіп жатырсыздар? Құрбан айтта не істеп жатырсыздар? Сіздер де ойларыңызбен бөлісіп отырсыздар. Сонымен қоса менің YouTube каналымда Чики-Чики Келинка деп аталатын YouTube каналыма тіркеліп, өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді білдіріп, қолдау білдіріп отыруларыңызды сұраймын. Алдын ала қолдау білдіргеніңізге рахмет.